Бүгін ынтымақтастық атмосферасын құру үшін құрметті оқушылар бірімізге жақсы тіл тілектеріңізді білдіреміз. Ең бірінші Жанерке бастай ғой. Бүгінгі күні қуаныштысың. Саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн сәтті өтсін. Сәттілік серік болсын. Күнің сәтті өтсін. Енді соңғы тілегімізді Кәусар айта ғой. Күніңіз жақсы өтсін. Керемет. Енді құрметті оқушылар, дәл осылай 3 топқа бізге бөлінеміз. Ал құрметті оқушылар, біз 3 топқа бөліндік. Бізде бірінші топтың аты бізде Пифагор тобы, Пифагор тобы. Екінші тобымыздың аты бізде Әл-Фараби тобымыз бізде. Әл-Фараби тобы. Енді үшінші тобымыз Евклид тобы. Ал құрметті оқушылар, сіздерге топтың аты берілген, тек қана топтың аты жазылып қоймай, бұл жерде бізде әр тапсырманың QR код арқылы өтеміз. Бірінші, екінші, үшінші тапсырма арқылы. Және де сабақтың басында қазір миға шабуыл арқылы, және сабақтың соңындағы рефлексияны біз кері байланысты осы QR код арқылы бізде әртүрлі платформа арқылы біз байланыс береміз. Ал енді бүгінгі күннің үй жұмысын тексерейік. Бүгін үй жұмысын бізге Әсем айта ғой. Мен 551 есептің А есебін шығардым. Бұл жерде біз мән табу керекпіз. 9х квадрат азайтылған 4 үлкен 0-ден. Өте дұрыс. Сіздерде солай шықты ғой, үй жұмысын тексеріп ойын. Үй жұмысы бар ғой, дұрыс. Енді құрметті оқушылар, біз миға шабуыл әдісін орындайық. Бағалау бізде дискриптор арқылы өзара бір-бірлерін бағалаймыз. Дискриптор теңістік шешу тәсілін таңдайды, функция нөлдерін табады, функция нөлдерін саны өсіне белгілейді, таңба тұрақтылық арықтан анықтайды. Оқушылар, мына QR код арқылы сіздер осы тапсырмаға өтеміз. Енді миға шабуылғасы бізде аңсар келе ғой, бірінші сепке, екінші сепке бізде қандай топ еді? Евклид тобынан бізде кім келеді? Өркен келе ғой. Және де Пифагор тобынан бізде Қуанышбай келді. Үш көбейтілген x квадрат азайтылған 12 тең болды. Бұл есептің жаңағы x біріміз 2-ге тең болды, ал x екіміз минус 2-ге тең болды. Енді сәйкестендіреміз. Ол бізде Есептің жауабы 4х квадратымыз. X бір 0-ден x квадрат 4-ге барады. Ал енді оқушылар, есептің жауабын тексеріп көрейік. Бізде, есеп, барлық есеп дұрыс екен. Өте тамаша. Ал енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын біз ребусты шешу арқылы табайық. Ребусты шешіп, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайық. Әл-Фараби тобында бізде ребустың шешімі қалай болады? Бастапқы 4 сөзді шешу арқылы бізде көрініп тегізу шықты. Жарайды, дұрыс. Ребусты шешімі квадрат теңсіздігі болды. Құрметті оқушылар, демек біздің бүгінгі ребустың шешімі бізде жауабын көрейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы демек квадрат теңістіктерді шешу. Бүгінгі күнді жазамыз. 20 сәуір. Сынып жұмысы. Сабағымыздың тақырыбы квадрат теңістіктерді шешу. Бүгін сабаққа байланысты біз видео сабақты көрейік. Теңсіздікті шешейік. Теңсіздіктің сол жағын y-тен x қосу 3 көбейтілген x алу 1 функциясы ретінде қарастырамыз. Ол үшін табылған түбірлерді x осінде белгілейміз. Сөйтіп біз 3 аралықты таптық. Міне, құрметті оқушылар, мына жерде біз минус 3, 1, x1 интервалдарға бөлдік. Енді есептің таңба тұрақтан анықтау үшін бізде есептегі оңай 0 және 1 сандар ғой, 0 саны қай аралықта орналасады? Минус 3 пен ең ортасында, 1-дің ортасында орналасады. Демек, осы 0 сандар қоямыз. Есептің берілгеніне. X-ның орнына 0 қоямыз. 0-ға 3 қоссақ неше болады? 3. 0-дан минус 1 азайтсақ? Минус 3. Демек, плюс санға минус сан көбейтсе қандай тамға шықты? Минус. Демек, минус 3 пен 1-дің арасы қандай сан болады? Минус. Және де минус 3-тен плюс 6-ге плюс.
1-ден плюс 6-ге дейін плюс болады. Бізге қай аралық керек? Минус, өткені стрелка қарақатымыз бізде сол жақ теріс сан ғой, ә? Демек, минус қай жақ болды бізде? Ортасы. Жауап бізде не болады? Минус 3 пен 1-нің арасы. Демек, осыны бізде көрейік, ә? Аналықта функцияның таңбаларын анықтау үшін функциялар теңсіздігіміздің шешімі болады. Міне, құрметті оқушылар. Яғни, Минус 3 пен 1-дің арасы болды бізде. 1-дің аралығында. Енді құрметті оқушылар, жаңа жерде не үшін жай жақша? Иә, кіші немесе тең деген жоқ, иә? Сондықтан бізде жай жақша болды, иә? Ал енді оқушылар, сіздер бірімін бағалау үшін андай сіздерге тізім берем. Осы тізім арқылы өздеріңіздің топтарыңыздағы оқушылардың аты жөндерін жазамыз. Әр тапсырмаларға сәйкесінше олардың ұпай сандарын береміз, иә? Міне. Бірінші топта бізде топ басшысы бізде еңлік болады. Екінші топта бізде топ басшысы Жәнерке болады. Үшінші топта бізде топ басшысы бізде Диас болады. Ал енді құрметті оқушылар, бұл бізде бірінші тапсырма топтық жұмыс, diving фракционасы. Сіздер есепті дискрипт арқылы шығарамыз. Есептің дискрипті теңсізді шешу тәсілін таңдайды, функция нөлдерін табады, функция нөлдерін сан өсіне белгілейді, таңба тұрақты аралықтарын анық. Бірінші бізде Әл-Фараби топ сіздердің есептеріңіз. Біз Pythagor тобымыз бізге берілген есеп x квадрат азайтылған 5x қосылған 6 үлкен болады 0-ден. Бастапқыда оның түбірлерін табу үшін дискриминант әдісін қолданамыз. Дискриминант тең болады b квадрат азайтылған 4 көбейтілген a-сы. Болғысы минус шексіздіктен 2-ге шейін ол 10 болады. 3-тен 2-ге шейін ол болса теріс, ал 3-тен плюс шексіздікке шейін ол 10 болады. Сондықтан да біздің жауабымыз x тиісті минус шексіздіктен 2-ге шейін және 3-тен плюс шексіздікке шейін. Ал енді келесі топ бізде Әл-Фараби тобы шығады, ортаға келіңіздер. Бізді есептің берілгенде x квадрат азайтылған 8x плюс 7 кіші немесе тең 0-ден деп тұр. Біз мұнда дискриминант арқылы таптық. Дискриминанттың формуласынан бізде x біріміз 7 шықты. Үшінші топтың есебі x квадрат азайтылған 10x азайтылған 11 кіші 0-ден. Бұл есепті шешу үшін біз дискриминант әдісін қолданамыз. Дискриминант әдісінің формуласы d тең болады b квадрат азайтылған 4as. Бұл есептің жауабы 144 шығады. Ал енді оқушылар, бізде бірінші тапсырма бітті. Бірінші тапсырма арқылы топ басшылары оқушыларды бізде әр ұпайларын береміз. Енді оқушылар бізде екінші тапсырма бізде ойлан әдісі арқылы жұптық жұмыс. Қасында отырған оқушымен жұппен бірге шығарамыз, иә? Бұл есепте бағалауы есептің дискрипт теңестіріп шешу тәсілін таңдайды, функция нөлдерін табады, нөлдердің сан өсіне белгілейді, таңба тұрақтылық аралықтарын анықтайды. Есепте QR код арқылы өтіп бізде есептің берілгенін шығарамыз. Бізге берілген теңсіздігіміз x квадрат қосылған 3x үлкен 0-ден. Біз одан көбейткіштерді жүктейміз, орта көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Біздегі орта көбейткіш ол x. Енді оны түбірлерге бөлеміз. Ең бірінші түбіріміз ол бізде x-тен 0, ал екіншісі x қосылған 3-тен 0. Оны түрлендірсек x-тен минус 3. Енді осы x минус 3 пен 0-ды оське саламыз. Сонда бізде минус шексіздіктен минус 3-ке дейін және минус 3-тен 0-ге дейін. Ал үшіншісі 0-ден плюс шексіздікке дейін. Сонда x тиісті минус шексіздіктен минус 3-ке дейін және плюс 0-ден плюс шексіздікке дейін.
Берілген теңсіздік x квадрат азайтылған 64 үлкен 0. Ең алдымен біз бірінші теңсіздікті көбейтінді формуласына қоямыз. А квадрат азайтылған b квадрат тең a жақша ішінде a азайтылған b көбейтілген жақша ішінде a қосылған b. Осы теңсіздікті біз осы формулаға салсақ, x квадрат азайтылған 64 тең x квадрат азайтылған 8 квадрат тең болады жақша ішінде x квадрат азайтылған 8 көбейтілген жақша ішінде x қосылған 8 болады. Себебі есептің берілгенде қалай? Кіші болып тұр. Үлкен 0 деп тұр ғой, тек бұл асында үлкен немесе тең болып болған кезде бізде әр нүктеміз боялып, бұлар неше тік жақша. Демек, мына x-тің нүктелері осы жауапқа 1 және 4 жауапқа кіреді. Бұл жағдайда 1 мен 4 жауапқа кіре ма? Жауапқа кірмейді, өткені ол қанша? Тең 0-ге тең емес деп тұр, 0-ге тең деп тұр. Үшінші тапсырмаға көшелік. Жеке жұмыс, ол бізде квизден тест тапсырамыз. Біз есептің дискретті теңістігін шешу тәсілін таңдайды, функция нөлдердің сан өсіне белгілейді. Құрметті оқушылар, алдарыңыздағы бізде QR код арқылы есептің берілгені өтіп, есепті жеке шығарамыз. Ал енді оқушылар, бізде 4-ші тапсырма, бұл бізде функцияның сауаттылыққа берілген есеп. Есептің берілгенде теңдеуді құрбар болу керек. Теңсізді біздер дискриминант арқылы түбірлерін тауып есепті шығарамыз. Шешуіне көшетін болсақ, біз ауданын a көбейту b формуласымен есептейміз. A дегеніміз ол ені. Бізде S тең 375-ке. Есептің шарты бойынша ауданы не тұр? 375 метр квадраттан үлкен емес демек, кіші немесе тең болу шарттылығы бізде орындалып тұр. S тең 375-тен кіші немесе тең. Минус жақты аламыз, минус 12,15 пен 15 аралығы. Демек, осы аралықта сандардың барлығы жауап бола алады, бірақ осылардың ішіндегі ең үлкен нақты сан қандай сан бізде? 15. Демек, есептің жауабы неше шықты? 15 сантиметр. Оқушылар, сабағымыздың соңында да келдік. Сабағымыз бізде кері байланыс рефлексия береміз. Көрсетіп тұрғандарыңызда өздерінің берілгенде QR код арқылы сіздер сабаққа рефлексия беріңіз. Мынандай сұраққа жауап береміз. Бүгін сабақта не үйрендім, менің ұсынысым және сіздерге не қиындық туғызды? Осы сұрақтарға сіздер сілтеме арқылы жауап беріңіздер. Ал енді оқушылар, бүгінгі үй жұмысына сіздерге кітабымыздың 575 номері 575 тапсырма үй жұмысы белгілеп аламыз. Бүгінгі сабаққа қатысқан белсенді бізде бағалау парақтарын бізге өткізсек, топ басшылары бағалау парақтарын. Міне, біздің Әл-Фарабидің бағалау парақтары бізде, міне. Тастан бірінші тапсырма 2 пай, екінші тапсырма 3 пай, екінші тапсырмаға 2, төртінші тапсырмаға 1 пай. Жалпы балалардың сіздерге ортақ балын шығарып, сізге күнделікке қоямын. Сонымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.